Алматыда карантин жарияланғалы бері қарақұмыққа күрт сұраныс артқан. 1,5 айға жететін тауар түрінің 2 аптада 200 тоннасы сатылып кетіпті. Онымен қоса халық қант пен шайды талап алып жатыр. Осы тұста бағаның негізсіз көтеріліп кетпеу үшін қаланың тұрақтандыру қоры қызу іске кіріскен. Енді орнын ары қарай толтыру жұмыстары жалғаспақ. Тұрақтандыру қоры қаладағы 4 ірі сауда желісімен келісімге отырған, нәтижесінде 120-дан астам дүкенде бір келі қарақұмық 305 теңгеге саудаланып жатыр. Сейчас, конечно, у нас особое положение, поэтому... Біз елімізде төтенше жағдайлар режимі енгізілмей тұрған кезде бірінші қажеттіліктегі тауар түрлерінің бағасын тұрақты түрде бақылауда ұстайтынбыз. Қазір бақылау одан сайын күшейді. Бағаны белгіленген межеден қымбаттап кетпес үшін 5 миллиард теңге бөлінді. Қарақұмыққа қатысты азық-түлік интервенциясын қолдандық. Себебі сұраныс артты. Алматыдағы алып қоймада 348 тонна қарақұмық жармасы болған. Еске сала кетейік, карантин жарияланған Алматыда халық жиі тұтынатын 9 тауар түріне бағаны көтеруге тыйым салынды. Оның қатарында нан, сұйық май, қарақұмық секілді азық-түлік түрлері бар. Қалалық кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы қиын сәтте бас пайдасын ойлаған кәсіпкерлерді жазалауға көшкен болатын. Совместно с общественниками мониторинг цен. Бүгін кезекті ірі сауда орындарын тексеруге шықтық. Бағаларды белгіленген межеден асырғандар кездеспеді. Бақылауда ұстау үшін арнайы мониторинг тобы бар. Айтарым, азық-түлік өнімдердің бағасы блок бекеттерден өткен сәттен бастап бақылауға алынады. Сауда нүктелерінде халық арасында дүрбелең байқалмайды. Келушілер тек өздеріне қажетін алып жатыр. Сөрелерде тауар түрлері толық тұр.